Так, қыздар, бисмиллах деп жалғастыра берейін. Кері байланыс жасаңыздар. Пайдалы болып жатыр ма? Түсінікті болып жатыр ма? Кері байланыс бір жасап қойыңыздар. Қыздар, сонан кейін өзіңді қабылдаудың бір жолы ол өздеріңіздің өткен қателіктеріңізді кешіру. Өздеріңіздің өткен қателіктеріңізді кешіру. Бұны мен энергия тақырыбын айтқан кезде ертең тағы да айтамын. Көбіне адамдар өздерін қабылдамайды, қателіктерін кешіре алмайды да. Яғни өздеріне қателесуге рұқсат бермейді. Шын мәнінде қыздар, адам қателеспей адам болмайды. Мен всегда соны айтамын да. Біз мысалы аштының дәмін татып көріп бірақ білеміз, иә. Жолдың қисық екенін жүріп көріп білеміз, иә. Өте түсінікті, прям әрекет еттім келіп кетті, машалла. Бірдемені жаңағыдай бүлдіріп алып, оны абайлап ұстауды үйренеміз, иә. То есть қателесу деген ол нормальный нәрсе. Егер сіздер бұрын өмірлеріңізде қателік істеген болсаңыздар, және де бір адамдар сол үшін сіздерге манипуляция жасайтын болса, мен айтайын. Сіз ешкімнің алдында ақталуға міндетті емес. Сіз қателік жасасаңыз, тек Аллахтың алдында істедіңіз. Сізді қабылдайтын да, кешіретін де бәрі Алланың істі, Алла тағала. Егер де сіз, мен қателестім деп, адамдардың манипуляциясына еріп жүрген болсаңыз, анау мен обвинять етіп жатыр, мен соның алдында ұялам, бүткем, сөйткем деп, адамдар сізге манипуляция жасайтын болса, иә қыздар, түсініп ме қыздар, манипуляция жасайтын болса, онда ол адам сізді өзіне құл қылғысы келіп жатыр деген сөз. Любой адам, кез келген адам қателіктер үшін тек Аллахтың алдында жауап береді. Конечно, сіз біреуге зияныңыз тиіп, содан барып кешірім сұраңыз. Но бірақ чисто өзіңізге зиян тиген қателіктерді сіз біреуге ақталып, ой, мен андай болып едім, мындай болып едім, білмегенімге істегенмін деп жүретін болсаңыз, ол сіздің энергияңызды соратын дүние. Өзіңізді жақсы көруге үлкен кедергісін тигізетін дүние. Барлығымыз қателескен қыздар, мен енді страшно қателіктер жасағам өмірде. Мен енді подругам отыр ғой, мен біледі қандай қыз болғанымды, ұрыс болғам кәдімгідей ше. Бірақ альхамдулилля, Алла тағала мен тура жолға салды. Енді мен айтпаймын, прям ойбай, әшейін деген гулять еттім, бүйтім. Жоқ, мен просто адамдарға қатысты үлкен көп қателіктер жасадым. Бір нету құлықтар істедім, өзімше болдым, тәкаппар болдым, біреудің өміріне кірісетін болғам ше. Бірақ қазір сол қателіктерімді түсірген кезде мен Алла тағаладан кешірім сұраймын. Бірақ егер бір адам келіп сонымен маған манипуляция жасайтын болса, мен білем, сен немене өтірік керемет болып отырсың, кезінде андай едің ғой, мындай едің ғой дейтін болса, мен айтамын да, мен не істесем де Алланың алдында істедім, Алланың алдында тәубеге келдім. Былайша айтқанда, я перед тобой ничего не обязана. А бірақ егер де бір адам келіп, сен кезінде мені сөйтіп ренжітіп едің, сол сөзің менің көңілімде қап қалды деп айтатын болса, онда Аллах үшін всегда кешірім сұраңыздар. Кішірейе біліңіздер, мойындай біліңіздер қателіктеріңізді. Но бірақ мысалы кейде болады болса, әйел адамдар болады, мысалы жазып жатады да, мен кезінде білместікпен алданып қалып едім бір жігітке, немесе өстіп қалып едім, жүріп қойып едім бір жігіттермен. Соны күйеуім қазір бетіме баса береді дейді да. Соны мен айтам ғой. Значит, Алланың қалауымен сондай әйел, пәк емес әйел, он заслужил такую жену деймін да. Понимаете? То есть, егер де ол сіздің соныңызды бетіңізге басып, сөйтіп сізді страхпен, манипуляциямен, чувство винимен ұстағысы келсе, значит, ол өзі әлсіз еркек. Сіз оның алдында отчитываться еткен сайын, ол сізді сол жолдан ұстай береді. Соны айта береді. Бірақ одан не пайда, айтыңызшы. Онда айтыңыз. Раз ты хотел святую, пожалуйста, давай разведемся, өзіңе святойды ала бер де, спокойно живи, пожалуйста, деп. Понимаете, қыздар? То есть мен просто жалпы маған келетін сұрақтардың ішіндегі ең актуальный нәрсені айтып жатырмын. Көбінесе осы қателік. Просто сол қателікті өзіне кешірмеген әйелдер кейін қыздарын да бүйтіп ұстайды да. Осы қателікті осы жасап қоймас екен деп, прям аңдып,
дірілдеп, уже даже қызы просто там білмеймін бір нету қылық істеп қойса, онда страх просыпается. Ойбай, ана мен жасайын деген қателігім жасап жатыр деп. Қыздар, біздің балаларымыз по-любому өмірде қателеседі. Сен қанша оны бүйтіп ұста, ойбай бүйтіп өбекте, қанша ақыл айт, бірақ оның өмірде алу керек сабағын ол по-любому алады. Бір жерден қателесіп көріп, бірдемені жеп көріп, бір грабляға наступать етіп барып, ол дұрыс өмір сүруді үйренеді. Біз солай үйрендік қой, қыздар. Адастық, айттық, бүйттік, басымыз тауға соқтық, тасқа соқтық, анамен ұрысып қалдық, бүйтіп қалдық, сөйтіп қалдық. И в итоге мы поняли, что оказывается мына жолдардың бәрі дұрыс емес екен деп, біз не істедік? Ақырын сөйтіп тура жолға түстік, адасып. Сол секілді өзіңізге рұқсат беріңіз адасуға, қателесуге. Бірақ Алладан всегда дұға тілеңіз. Алла тағала мені адастырмашы деп, то есть өткен жолдарыңызға, то есть өздеріңізге рұқсат беріңіз. Простите себя за прошлые ошибки. И просто сол жолдан сабақ алыңыз да алға қарай жылжыңыз. Артқа жалтақтап қарай бергеннен ешқандай пайда жоқ. Мен бүйтіп едім, мен сөйтіп едім деп, еще оны адамдар сіздің бойыңызды бұрып алып, қара, сен бүйтіп едің ғой, сөйтіп едің ғой дей беретін болса, значит, ана адам өзі қорқақ адам деген сөзді. Ол адам просто сізді манипуляциямен, қорқынышпен ғана ұстағысы келіп отыр. И, видимо, ол сіздің ішіңізге қорқыныштың считывает. Сіз соған реагировать еткен сайын, ақталған сайын, ол адам сізге құдай бола бастайды, қожайын бола бастайды. Кім не істесе де ол тек Алланың алдында ғана ақталады. То есть сіз былайша айтқанда проще расслабьтесь деп айтатын сол ғой. Будьте проще. Ну, ошиблись. Содан сабақ алыңыз да ары қарай жүріңіз. Тәубеңізге келіңіз де. Сол кезде ғана сіз балаларыңызға қысым жасауды қоясыз. Балаларыңызға тотальный контроль жасауды қоясыз. Әпсе әйелдер бар, балаларын бүйтіп ұстағысы келеді. Ойбай, бүйтіп қалмас екен, отқа түсіп кетпесе екен, суға түсіп кетпесе екен, бүйтіп қалма дейді. Ол әйелде энергия жоқ та. Потом сол энергия, сол анандай биткен энергиясынан, раздраженный энергиясынан ол балаларының жолын байлайды. И чем больше она боится, тем больше эти ошибки дети совершают. Қызым бүйтіп қалмас екен деген қызы барып, именно сол грабляны басады да. Неге? Потому что ол өзінің энергиясымен сол страхты өсіріп жатыр, подкармливает. Түсінікті ме, қыздар?